Ассалаумағалейкум қазақ елі, эфирде жаңа уақыт, студияда Әнуар Карбозов. Қазақстан Германияға жылына 1,2 миллион тонна мұнай жібере алады. Тауар айналымын арттыруға да дайын отыр. Былтыр өзара алыс-беріс 41%-ға өсіп, 4 миллиард долларға жуықтаған. Ал немістер біздегі сирек металдарды барлауға бейіл. Бүгін Орталық Азия мен Германия саммиті өтті. 5 елдің басшылары мен федералдық канцлер аймақтық бағыттарды айқындап, ұсыныстарын ортаға салды. Нысаналы ығыл тарқатады. Берлинмен байланысты бәтуа былтыр басталған. Орталық Азия бестігі Германия канцлерімен екінші рет кездесу үшін елордаға келді. Неміспен жасалған келісім жемісті. Орталық Азияға Германияның әлеуметтік экономикалық, ғылыми техникалық тұрғыдан көп мемлекетке үлгі екені мәлім. Технологиясы сапалы, инвестициясы экономиканың түрлі саласына тартылған. Бірақ Берлин тек беруге емес, алуға да ынталы. Мы высоко ценим приверженность Германии к развитию. Біз Германияның өңіріміздегі барлық мемлекетпен тең құқылы серіктестікті дамытуға ниет танытқанын жоғары бағалаймыз. Оған Германияның социал-демократиялық партиясы қабылдаған Орталық Азия байланыс және мүмкіндік атты бағдарлы құжаты дәлел бола алады. Бес елдің мүддесі бір болса да мәмілесі бөлек. Мысалы, Қазақстан тауар түрін көбейтіп, айналымын арттыруға дайын. 850 миллион доллардың 100 түрлі өнімін өткізуге әзір отыр. Сосын мұнай экспортын еселеуге мүмкіндік бар. Жалпы қара алтын тасымалында Норвегия мен ақштан кейін тұтынушы үшінші ел Германия. Тіпті геосаяси жағдайға байланысты Ресей жеткізетін үлестің де бір бөлігін өтеді. Олаф Шольцтың көздегені де осы. Бірақ ол достық мұнай құбыры Орыс арқылы өтетінінде санкцияны да білет. Әйтсе де әрекет керек. Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию. Германияға энергетикалық ресурстардың сенімді әрі ірі жеткізушілерінің бірі ретінде Қазақстан неміс нарығына мұнай экспортын арттыруға әзір. Көмір сутегін ұзақ мерзімді және тұрақты жеткізуді қамтамасыз етуде Германиялық серіктестеріміздің қолдауына алдағы уақытта да сүйенеміз. Өнеркәсіптік кооперацияны дамыту да өзекті мәселе. Президент Германия компанияларын сирек кездесетін металдарды геологиялық барлау және игеру жұмыстарын бірге жүргізуге шақырды. Предлагаем наладить сотрудничество по принципу сырье в обмен на технологии. Өңірдегі кенді бастапқы және қайта өңдей отырып, шикізатты технологияға айырбастау қағидаты бойынша серіктестік орнатуды ұсынамыз. Біз еліміздің аумағында бағалы және түсті металдардың кен орнын барлап, игеру үшін германиялық инвесторларға қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. Еуропалық серіктестеріміздің қолдауымен Қазақстанның технологиялық болжау орталығы базасынан сирек кездесетін металдар бойынша өңірлік зерттеу орталығын құрған жөн деп санаймыз. Климат және энергетика төрткүл дүние үшін күн тәртібіндегі басты түйткіл. Осы ретте Орталық Азияда ортақ проблемасын шешуді жаһандық қақпа стратегиясы мен еуропалық команда бастамасы арқылы жүзеге асырып жатыр. Бұған дейін мемлекет басшысы айтқандай, елдің жаңартылатын энергия көздері 4,5%-ға жеткен. Ал 2030 жылға қарай 15%-ға дейін арттыру керек. Бұл мәселе бүгінгі саммиттен де тыс қалмады. Германия мұрындық болған жасыл Орталық Азия бағдарламасын жандандыруға уағдаласты. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. Сутекті энергетика саласында өзара тиімді ынтымақтастық орнатуға дайынбыз. Еліміз Өзбекстан мен және Әзербайжан мен Каспий теңізінің табаны арқылы Еуропа елдеріне қарай жасыл энергетиканы жеткізу желісін салу жобасын пысықтап жатыр. Германиялық серіктестерге осы стратегиялық жобаға қатысу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Мемлекеттік қарызды жасыл жобаларға айырбастау мүмкіндігін де қарастыру керек. Климаттық және экологиялық жобаларды қаржыландырудың жаңа тетігі ретінде Қырғызстан басшысы Садыр Жапаров осындай бастама көтерді. Ал Өзбекстан президенті біздің серіктестігімізді тереңдетудегі көлік қатынасы үлкен кедергі деді. Авто және әуе тасымалының дамуы әлсіз. Сондықтан Шавкат Мирзиёев келер жылы транзиттік әлеуетті көтеру үшін бірлескен министрлік конференциясын өткізуді ұсынды. Кезек Германия канцлеріне келгенде Олаф Шольц әуелі Орталық Азияның өзара байланысы маңызды екенін айтты. Бізде батыс немесе шығыс ұстанымы жоқ, бәріміздің ұстанымыз әмбебап деп пейілін білдірді. Нысаналы ығыл, Төлеген Бейсенбаев, Асхат Омаров, Жібек жолы. Еуроодақ орта дәлізді дамытуға 10 миллиард евро бөлмек. Осылайша Орталық Азия мен Еуропаны қосатын көлік желісі жанданбақ. Мемлекет басшысы бұл бағытта интеграциялаудың маңызды екеніне ерекше екпін салды.
Қасым-Жомарт Тоқаев орта дәлізді одан әрі дамытудың инвестициялық тұрғыдан әлеуеті зор екенін айтты. Атап айтсақ, Каспий теңізіндегі порттарды жаңғыртуға, цифрландыруға, жүк терминалдарын салуға күш біріктіруге шақырды. Казахстан приветствует решение европейских... Қазақстан Global Gateway бағдарламасы аясында орта дәлізді дамыту үшін еуропалық серіктестердің 10 миллиард евро бөлу туралы шешімін құптайды. Осы бағытты трансеуропалық көлік желісімен және Global Gateway стратегиясымен ұштастыруда Германия тарапы қолдау көрсетеді деп сенеміз. Қырғызстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болуға үмітті. Қазақстан бауырлас елдің кандидатурасын қолдайды. Қасым-Жомарт Тоқаев саммит барысында осылай деді. Жалпы орталық Азия елдері аталған халықаралық ұйымның сан қырлы саясатын қолдайды. Әсіресе терроризм, экстремизм, заңсыз көші-қон және климаттың өзгеруімен күресте күш біріктіруге әзір, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұған қоса Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымын реформалау үдерісіне де белсене атсалысуға дайын екенін айтты. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов. Орайлы сәтті пайдалана отырып, 2027-2028 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне кандидатурасын ұсынған Қырғыз Республикасына табыс тілеймін. Қырғызстан орталық Азияда және одан тысқары жерлерде тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға айтарлықтай үлес қоса алатынына сенімдімін. Орталық Азия мен Германия арасында экономикалық кеңес құрылады. Берлиннің ірі бизнес өкілдерімен өткен кездесуде осындай бастама көтерілді. Мемлекет басшысы бұл ұсынысты қолдап, Германияның экономикалық және технологиялық инновация саласында әлемдік көшбасшылардың бірі екенін атап өтті. Бірақ орталық Азияда сенімді серіктестікке мол мүмкіндік ашатын аймақ екенін айтты. Шығыс пен батыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасын жалғайтын алтын көпір. Сондықтан технологияны трансферттеу, өндірісті локализациялау және қосылған құны жоғары өнім шығарудың орталығына айнала алады. Жалпы жан-жақты пікір алмасу мемлекет басшыларының ынтымақты одан әрі тереңдетуге ниетті екенін растайды. Енді Қазақстанның су қоймаларын жаңғыртуға неміс технологиялары қолданылады. Тараздағы су шаруашылығы және ирригация университетіне қажетті құрал жабдықтарда осы елден алынбақ. Бұдан бөлек елімізде су шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығы ашылады. Онда орталық Азиядағы су ресурстарын тиімді пайдалануға бағытталған жобалар іске асады. Айта кетсек, жақында Германия мен тасқынға қарсы бірлескен іс-шаралар жобасы да бекіген. 42 су қоймасын салу жоспарлануда және 37 су қоймасын қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Осы жұмыстарда герман технологиясы қолданылатын болады. Бұл су үнемдеу, арнайы су қоймаларда арнайы дабыл жүйесін орнату. Ал елімізде жаңа су кодексінің жобасы дайын. Құжатта 28 акт пен 9 заңға өзгеріс енгізілген. Алдымен тасқын мен құрғақшылықты болжауға қатысты норма қайта жазылды. Одан кейін аграрлық саланы реформалауға баса мән берілген. Басты міндет суармалы жерлердегі су тапшылығын жою. Бұдан бөлек өнеркәсіптік кешенді сумен қамтамасыз етуде назардан тыс қалмады, дейді сарапшылар. Өзгерістер бүгінгі күні су саласындағы ең өзекті тақырыптардың барлығын қамтиды. Жаңа ұғымдарды енгізу арқылы су ресурстар саласындағы мемлекеттік бақылау функцияларын, су қауіпсіздігі, сонымен қатар су үнемдеу технологияларын енгізуге қатысты біршама дүниелерді қосты су кодексі жобасына. Сондай-ақ алдағы 6 жылға арнайы тұжырымдама бекітілген. Ол үш бағытты қамтиды. Әуелгісі халық арасында су тиімді пайдалану мәдениетін қалыптастыру, екіншісі бұл көршілес елдермен трансшекаралық ынтымақтастықты арттыру, және соңғысы барлық салаға су үнемдеу технологияларын енгізуді заңмен міндеттеу. Бұл мәселелерде су кодексінде көрсетілген. Жаңа салық кодексінде зейнетақы төлемдерін жеке табыс салығынан босату жөніндегі норма енгізілуі мүмкін. Сондай-ақ ескі автокөліктердің салық сомасы азайтылады. Салық берешегі үшін салынатын айыппұл мен шектеулер алынып тасталады. Бүгін мәжілісте жаңа құжатқа енгізілген ұсыныстар талқыланды. Толығырақ Асылбек Тойбек тарқатады. Президент халыққа кезекті жолдауында салық жүйесін реформалау керектігін айтты. Заңда азаматтарға түсініксіз тұстар көп. Мән мағынасы бір нормалар бар. Салықтық жеңілдіктер көп,
қыспаққа алатын қасан қағидалар қаптап кеткен. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер санын кем дегенде 20%-ға қысқаруы тиіс. Осының барлығын жүйелеп жаңа салық кодексіне енгізу міндеті қойылды. Предлагается исключить платежи. Айтарлықтай фискалдық қайтарым жоқ төлемдер алынып тасталды. Кейбіреулері біріктіріледі. Бізде тек 12 салық бар. Олар халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді. Шаруа және фермер қожалықтарынан алынатын бірыңғай жер салығы ғана табыс салығымен мәндес. Сондықтан бірыңғай жер салығын жеке табыс салығына ауыстыру ұсынылады. Сондай-ақ 10 жылдан асқан автомобильдерге салынатын салық соммасы 30%-ға, 20 жыл жүрген көліктердікі 50%-ға төмендетіледі. Бұдан бөлек жер үсті көздерінің су ресурстарын, орман және жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бір төлем жүйесі енгізіледі. Бұған дейін әрқайсысы жеке-жеке болған. Жалпы төлемдер саны 77-ге қысқарады. Алымдардың 6 түрін жою ұсынылып отыр. Алайда депутаттар бұл амалдар аса маңызды емес нормаларды алып тастау немесе біріктіру ғана дейді. Мынау қысқартып жатқан 20%. Ол 20%-да да біз қазір қарап жатырмыз. Қазір біз түсінгеніміз бұл қысқартылып жатқан жеңілдіктер, бұл керек емес жеңілдіктер. Формалды жеңілдіктер. Сонда ең керек қажетті жеңілдіктер қысқартылып жатқан жоқ. Қысқартылып жатқан жеңілдіктер әйтеуір 20%-ды қысқарт деп айтты деп, әйтеуір қысқарту керек. Бұрын азаматтың салық қарызы 22 мың теңгеден асса шоттарын бұғаттап тастайтын. Енді шегін 74 мыңға ұлғайту ұсынылып отыр. Алайда дер кезінде төлемесе үстіне өсімақы қосылады. 160 мың теңгеден асса мүлкін тәркілейді. У нас на сегодня за год Әлеуметтік төлемдер туралы айтар болсам, 122 мың салық төлеуші осы санатқа жатады. Бұрын медициналық сақтандыру немесе басқа төлемдер бойынша 1 теңге қарыз болса, кәсіпкерлерді жазалайтынбыз. Енді оның мөлшерін 22 мың теңгеге дейін көтердік. Депутаттардың зейнетақы салығына да қатысты уәжі бар. Зейнетақы табыс салығы деген бар бізде, оны жақсы білесіздер, 10%. Бұл негізінде таза алдау деп ойлаймын өз басым. Өйткені зейнетақы табыс емес, ол жинақ. Ал оған жинаған ақшадан табысын ол төлеп тастаған әрбір айлығында табыс салығын төлеп отырады. Сіздер бір жерден 2 есе салық алып отырсыздар. Осыны шештіңіздер ма, шешкен жоқсыздар ма? зейнетақы қорынан төленетін төлемдерден салықты ұстап қалу жағында жан-жақты қаралып, қазір осы жаңа салық кодексі шеңберінде бұл сұрақ шешілді. Банк секторы мен ойын бизнесіне жоғары корпоративтік табыс салығы енгізілмек. Оның мөлшері 25%. Алайда егер банктер экономиканың нақты секторын несиелейтін болса, ондай жағдайда кірістер бойынша 20% базалық мөлшерлеме қолданылады. Ал ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін 3% деңгейіндегі мөлшерлеме сақталады. Асылбек Тойбек, Алмат Меңдібаев, Жібек жолы. МАГАТЭ Қазақстанның атом энергетикасын дамыту бастамасын құптайды. Бұл туралы осы агенттіктің бас директоры айтты. Рафаэль Гроссидің сөзінше, Қазақстанда АЭС салу туралы шешім қабылданса, МАГАТЭ қауіпсіздік талаптарымен өзге де техникалық нормаларды талдап, жан-жақты қолдау көрсетуге дайын. Ол үшін Венада арнайы павильонда жұмыс істеп тұр. Қазақстан ядролық қауіпсіздікті нығайтуға зор үлес қосып келеді. Әлемде баламасы жоқ төмен байытылған уран банкінің сіздерде орналасуы соған дәлел, деді Гросси. Қазақстанда АЭС салу туралы шешім қабылданса, мұның пайдасы мол болары сөзсіз. Өйткені атмосфераға зиян көмір қышқыл газының бөлінуі жаһандық проблема. Оны шешу үшін ядролық энергия қажет. Өз тарапымыздан біз құрылыс кезеңінде бәрінің халықаралық талаптарға сай болуына көмек береміз. Атом электр станциясын салу еліміздің болашағы үшін маңызды шешім, дейді Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев. Бұл туралы ол Алматы облысының шаруаларымен кездесуінде айтты. Жалпы ұлттық референдумда әр азаматтың дауысы үлкен мәнге ие. Әр аталған мәселеге жауапкершілікпен қарап, елдің болашағы үшін дұрыс шешім қабылдауымыз керек, дейді Сенат спикері. Сондай-ақ ол азаматтарды референдумнан тыс қалмай, өз таңдауларын жасауға және Қазақстанның энергетикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге үлес қосуға шақырды. Электр энергиясымен қамтамасыз етудің біз жан-жақты саясатын жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде ең басты мәселе біз кешенді түрде жұмыс істеуіміз керек. Солай біз жалпы Қазақстанымыздың дамуына жаңа мүмкіндіктер ашамыз. Сондықтан енді осы үлкен жобаны халықтың талқылауына президентіміз арнайы шығарып отыр. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет саясатының бір айқын көрінісі деп ауыз толтырып айта аламыз.
Атом электр станциясында жұмыс істейтін мамандар болашақ бағдарламасымен шетелде оқуға мүмкіндік алады. Бұл туралы Жамбыл өңірінің педагогтарымен кездескен мәжіліс спикері Ерлан Қошанов айтты. Алдағы 3 жылда әлемнің үздік жоғары оқу орындарына осы салаға қатысты гранттар бөлініп, уран өнеркәсібі мамандар үшін тағылымдама және қайта даярлау бағдарламалары енгізіледі. Сондықтан ұстаздар нақты ғылыммен айналысқысы келеді. Оқушыларға қазірден қолдау көрсету керек деді мәжіліс спикері. Айта кетсек, қазір депутаттар мен қоғам белсенділерінен құралған штаб өкілдері ел өңірлерінде халықпен кездесіп, үгіт-насихатты үдетіп жатыр. Біздің мүмкіндігіміз бар, еліміздің болашақ бағдарламасы болсын, немесе басқа да халықаралық бағдарламалар арқылы өзіміздің студенттерімізді шетелдік дәл осы салада жұмыс жасап жатқан, немесе сол салада жұмыс жасайтын мамандар даярлап жатқан университеттерге мамандарды жіберіп, сол жақтан арнайы білім алып келіп, елде жұмыс жасау мүмкіндігін жасауға қазір толық мүмкіндік бар екен айтуға болады. АЭС елдің ғылыми, техникалық және кадрлық әлеуетін өсіреді. Өйткені атом электр станциясының жұмыс істеу кезеңінде орта есеппен 2000-ға жуық маман қажет. Қазір қазақстандық 4 жоғары оқу орны бұл саланы егжей-тегжей оқытып жатыр. Түлектердің дені шетелдерде жұмыс істейді. Сондықтан елде атом электр станциясы салынса, кадр тапшылығы болмайды дейді сарапшылар. Оның үстіне жаңа бағыттағы білікті мамандар легі көбеймек. Фукушимадағы 2011 жылғы болған апатты жағдайды қарайтын болсақ, ол жерде мәселен активті аймақ деген балқып кеткен болатын. Сол активті аймақтың балқуына зерттеуі бойынша жұмыстардың барлығын осы біздің ұлттық ядролық орталық жасап отыр. Жапондық осы атом реакторларының игерлері солармен бірігіп жұмыс жасауда. Яғни бізде оған біліктілік те бар, кадрлар да бар, ондай жұмыстармен айналысатын. Жалпы экономика мен энергетика егіз ұғым. Қуат көз жеткілікті болғанда ғана қазына қаржысы көбейеді. Сондықтан АЭС өнеркәсіпті дамытып, елдің инвестициялық тартымдылығын арттырады. Айтпақшы, станция орналасқан ауданның инфрақұрылымын дамытуда әлемдік практикада жиі кездеседі. Негізгі нысан жолдар, темір жолдар, мектеп, ауруханалар мен тұрғын үйлер салуға ықпал етеді. Елде атом электр станциясы салынса, оған отын ретінде қолданылатын уран қоры бізде жеткілікті. Қазақстан уран өндіруден әлемде бірінші орында. Дегенмен бағалы отын шикізат күйінде шетел асып жатыр. Сондықтан болашақта оны өзімізде өңдеп, кәдеге жаратумен қатар өте сирек кездесетін ілеспе металдарды да өндіру жолға қойылады дейді мамандар. Бұл созақтағы уран шығаратын Қаратау кен орны. Мұнда күніне 16 килограммға дейін өнім шығады. Жалпы Қазақстанда бағалы отын өндіретін 26 кен орны бар болса, соның 20-дан астам осы созақта. Кеніштерде экологиялық ең таза технология қолданылады. Бағалы минералды зат зауытта бірнеше өңдеуден өтеді. Тұндырылып сүзілгеннен кейін қыздырылып, кептіріледі. Осыдан кейін дайын өнім уран тотығы алынады. Радиоактивті химиялық элементтің қуаты көмірден 90 есе, ал газдан 45 есе жоғары. Бұл әдіс ең тиімді әдіс, негізінде эколог жағынан қарағанда және өнімділік жағынан қарағанда негізі ол біз жердің бетіне оны шығармаймыз. Біз ұңғымалар арқылы оны жер астында ерітіп, дайын өнімді еріткішке дайындап, жер астынан ұңғыма шаймалы әдісімен уранды өндіреміз. Қазақстанға әлемдегі уранның 12% тиесілі. Барлау нәтижелеріне сүйенсек, еліміздің жер астында пайдаланылмаған 625 мың тонна бағалы отын жатыр. Ал жалпы қор шамамен 785 мың тоннаны құрайды. Демек, елімізде салынатын АЭС-ке шикізат қоры жеткілікті. Экологтар уранды отын ретінде пайдалану әлде қайда тиімді деп отыр. Мынау көмір, мұнайдан бөлінген, газдан бөлінген улы заттар ауаға ұшып, парникті экологияға зардап келтіріп отыр. Парникті эффект деген осындай процесті туындап, климатымыз, әлемдік климат өзгеріп отыр. 1 килограмм уран 40 тонна көмірдің бөлетін энергиясын береді. Тағы бұл жерде айтатын нәрсе, бұл жаңағы уранымыз, таблетка түріндегі уранымыз регенерацияға өтіп, қайтадан қалпына келіп, қайтадан пайдалануға болады. Өзімізде осындай уран қорына ие бола отырып, біз енді осындай атом электр станциясын біз салуымыз керек.
Қазір елімізде жылына 22.500 тонна уран өндіріледі. Келесі жылы оның көлемі тағы 4000 тоннаға артады. Шикізаттың жартысы Қытайға, 1/3 Еуропа елдеріне экспортталады. Қазір бағалы өнімді өзімізде өңдеп, кәдеге жарату тетіктері қарастырылып жатыр. Мамандардың айтуынша болашақта уранды өңдеу кезінде бөлінетін ванадий, скандий және литий секілді бағалы металдардың да өндірісі қолға алынады. Қанат Жүнісбеков, Жібек Жолы, Шымкенттен. 6 қазанда елде 10 мыңнан астам сайлау учаскесі жұмыс істейді. 12 миллионнан астам қазақстандықтың референдумда дауыс беру құқығы бар. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясы мәлімдеді бүгін. Дауыс беруге қолданылатын бюллетень үлгісі де дайын. Қазіргі таңда сайлаушыларға тек қойылатын сауал біреу ғана, оны білесіздер, сіз Қазақстанда атом электростанциясының салынуына келісесіз бе? Және екі ғана жауап бар, бұл иә келісемін, немесе жоқ келіспеймін. Бюллетень қазақ және орыс тілдерінде басылып шығарылады. Елімізде жыл сайын мыңдаған әйелден жатыр мойны обыры анықталады екен. Оның 600-ден астамы дертіне дауа таппай қайтыс болады. Яғни күн сайын екі әйел көз жұмады деген сөз. Өте қорқынышты статистика. Сондықтан мамандар вирусқа қарсы екпені міндеттеу керек деп отыр. Бұл адам денсаулығына кері әсері жоқ, тек иммундық жүйе қалыптастыратын препарат дейді. Жатыр мойны обыры елімізде ең көп таралған аурулар тізімінде екінші тұр. Біріншісі омыр аурағы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше бұл дерт адам папиллома вирусының кесірінен өршиді. Кеселмен күресудің жалғыз жолы вакцинация. 135 елдің, оның ішінде Қазақстанда бұл вакцинация ұлттық егін күнтізбесіне енгізілген. 20 жылдан астам Америка құрама штаттарында дейміз, Европада, Австралияда, сосын тағы да біздің бұрынғы СНГ елдерінің 7 мемлекетінде бәрінде қолданып келе жатыр. Сондықтан да ең осындай бір кері әсер етті ау деген, оған сондай бір аурулар алып келді деген ол жалпылама сөз деп айтуға болады. Өйткені ешқандай да медицина тұрғысында дәлелдемеген. Көптеген әлемдік зерттеулер АПВ-ға қарсы вакцинация қауіпсіз және тиімділігі жоғары екенін растайды. Сондықтан ақш 9 жастағы қыздарға бұл өкпені міндеттеп қойған. Еуропалық елдерде 15 жасқа дейін салуды жөн санаған, ал біздің мамандар вакцинация үшін 11 жас істейді. Растет не только количество. Екпе бұлшықетке енгізіледі. Бұл дренажды лимфа түйіндеріне жылдам жетуін қамтамасыз етеді. Вакциналарда қабынуға қарсы ортаны индукциялайтын, әрі күшті гуморальдық реакцияны белсендіруге және сенімді иммундық жадыны қалыптастыруға көмектесетін адюванттар бар. Айта кетейік, жаппай екпе қазан айында басталады, бірақ жұртты міндеттеп егуге тыйым салынған. Әркім көңіл қалауына байланысты қабылдаса болады. Алтынбек Амит, Сакен Пионер, Жібек Жолы. Қазақстан құрамасы World Skills чемпионатынан жүлделі оралды. Жұмысшы мамандықтарының 47-ші халықаралық сайысы Францияның Лион қаласында өткен еді. Қазақстандық студенттер 7 үздік медальді қоржынға салды. Осылайша ұлттық құрама жалпы есепте 29-ші орынға тұрақтаған. Бұл жаһандық жарыс цифрлық трансформация заманда жұмысшы мамандықтардың және техникалық білім берудің маңызын дәріптейді. Өте қуаныштымын. Шынымен де өте бір қызық, өте бір керемет сайыс болды. Басқа елдер, мысалы Швейцария, Индия, Австрия, көптеген басқа елдерден күшті мамандар келіп, шынымен де өте қызық сайыс болды. Және де осындай мүмкіндік үшін өте бақыттымын. Өте керемет сайыс болды. Және де мен эмоцияларым өте көп. Әлі де түсінбей жатырмын. Чемпионатқа әлемнің 69 елінен кіл мықтылар жиналған. Ал біздің елдің намысын 32 студент қорғады. Бұл тарихи жеңіс екенін айта кету керек. Өйткені ұлттық құрамада 7 жүлде бұрын соңды болмаған. Бұл білім мен ізденістің арқасында дейді министрлік өкілдері. 69 елдің қазір біз 29-шы орында тұрмыз. Ең бірінші қатысқан жылдар біз 55-ші орында тұрсақ, жылдан жылға біздің балаларымыздың құзыреттілігі артып, яғни осындай жеңімпаз деңгейіне жетіп отыр. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Келесі көретіндеріңіз «Новое время» хабары. Эфир тізгінде әріптесім Айгүл Мүкей. Кеш жарық, Айгүл. Кеш жарық, Ануар.